Баклажаннан жасалатын мини рулеттерді ауызашарға немесе қонақтық дастарханыңызға қойсаңыз болады. Ортасына творожный сыр қосып жасаймыз, өте дәмді шығады. Ең алдымен баклажанды осылай қатты жұқа да, қатты қалың да қылмай кесіп аламыз. Одан кейін бізге панировочный сухари керек болады. Енді бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, үстінен тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алған баклажанды бірінші жұмыртқаға малып, одан кейін панировочный сухариге малып, енді қызып тұрған майға салып, орташа отта 2 жағы қызарғанша жақсылап қуырып пісіріп алатын боламыз. Баклажанды аунатуға негізінен панко деген сухари жақсы үйлеседі. Мен оны таппағандықтан тауыққа арналған панировочный сухариді қолдандым. Мінекей осылай жақсылап қуырып, қағаз майлыққа сүзіп аламыз. Енді соусы үшін бізге майонез, сонымен қатар теркадан өткізіп алған сарымсақты қосамыз, укропты қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Творожный сырдың кез келген түрін алсаңыздар болады. Менде осындай эмердікі. Енді баклажандарымызды шетінен алып, бірінші соусын шағып аламыз.